Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік пен белсенді болуларыңды сұраймын. Қане, бәріміз орнымыздан тұрып, өлең шумағын айтайық. Астанам, bağım aslanam, karşıda Allah maskaram, odanımızın şüreği, yıldan benim astanam. Өте керемет балалар, отыра қойыңдар. Енді балалар, осы өлең шумақтарын оқыған кезде көз алдарыңа, ойларыңа не еді? Кім айтады қане? Астананың әдемілігі. Өте жақсы, керемет. Астана ол біздің елордамыз. Өте жақсы. Астана ол отанымыздың жүрегі. Дұрыс айтасыз, отанымыздың жүрегі. Енді балалар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Шылау. Иә, қазақ тілінен біз шылау өттік. Және жаңағы тақпаққа байланысты қандай деп ойлайсыздар? Астана. Дұрыс айтасыздар балалар. Астана, яғни ол біздің ел ордасы, елінің шылау тақырыбы. Мақсатымыз балалар, мәтіннің мазмұны тақырыбына сәйкестігін анықтау және негізгі ойды тұжырымдау. Біз өткен сабақта жаңа сіздер айтқандар шылау сөз табымен таныстық. Балалар, біз осы 4-ші сыныпқа дейін қандай сөз таптарымен танысқан болатынбыз қане? Дұрыс айтасыздар, өткен сабақта біз шылау сөз табымен таныстық. Қане, шылау дегеніміз не? Кім айтады? Дәрия? Шылау сөздері сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын көмекші сөздер. Мысалы, қана, ғана, ақ, туралы, және, мане, бапе, папе. Жақсы, өте жақсы. Келісесіздер ме балалар? Яғни шылау дегеніміз сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын көмекші сөздер. Ал енді кім айтады балалар? Осы шылаудың басқа сөз табынан қандай айырмашылығы бар екен? Ол сөйлем мүшесіне жатпайды. Сөйлем мүшесі бола алмайды сөйлемде, дұрыс, өте жақсы. Шылауға қосымша жалғанбайды. Келісесіздер ме балалар? Иә. Қосымша дегеніміз не ол? Өте жақсы, тағы. Шылау лексикалық мағына бермейді. Дұрыс айтады балалар. Лексикалық мағына, яғни шылау сөздің мағынасы болмайды. Дұрыс айтасыздар балалар. Енді бүгінгі балалар білімімізді толықтыратын болса, қой, ғой, қана, ақ шылаулары өздеріне қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, шаралау мағыналар үстейді екен. Яғни балалар, біз мысалы бара, ғой, келе, ғой деп не істейміз? Өтінеміз. Ал шектеу мағына дегеніміз, мысалы сіздердің үйде ата-аналарың айтуы мүмкін, иә? Біреу ғана ал деп. Айтамын? Иә, біреу ақ қалды, екеу ақ қалды деп. Яғни бұл жерде шылау ақ, ғана сөздер, иә? Және балалар, қой шылауы өзіне қатысты сөзден бірге сөйлемде баяндауыш болады. Мысалы, көрші үйге барып келе ғой. Жаңа біз айттық балалар. Шылау сөйлем мүшесі болмайды деді. Ал енді балалар, қой баяндауышпен бірге келген кезде, келе, ой, бара, ой, ол кезде сөйлем мүшесінде баяндауыш қызметін атқарады. Және балалар, ақ шылауы не арқылы жазылады дейді? Және мапе, бапе, папе шылаулары балалар өздеріне қатысты сөзбен сұраулы мағынада білдіреді. Көбінесе сұраулы сөйлемде кездеседі екен. Мысалы, мектепке барасың, ба, үйге келдің, сен оқыдың, ба. Жақсы ма балалар? Және бұл шылау әр уақытта сөзден бөлек жазылады. Түсінікті ме балалар? Енді балалар, орнымыздан тұрып, мына жерден өздеріңіз
taqdirda ала qo'ydi. Kim balar ağırda suretini aldı? Zaplarını alıp bir stokholga qo'ydi. Ağırda sonra kim yekінші olar ham şartda sonra sizlerge o'zim sәйкестендім ма? Үшінші топ бізге бәйтерек тобы. Алса қойып, қане балар? Дайынсыз ба сабаққа балар? Иә, жақсы, өте жақсы. Керемет қалар. Енді балар, қазір біз оқулығымыздың 114-ші бетін аша қойыңдар. 26-ші жаттығуда бізде мәтін берілген. Мәтін қалай аталады балар? Балалар менің бағындыру деп аталады. Екінші балар қазір мәтінді іздеп оқиды. Жақсы ма? Бір сөйлемнен. Әсия бастай қойшы. Ертеде балалар елі деген бір ел болды. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ. Жұпыны өмір сүріп жатқан өнімсіз ел екен. Сондай күндердің бір күнінде балалар елін бір патшалық бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен ақбалалар елі бірден көңілденіп сала беріпті. Ай, қай шулы бұл. Ертеден қара кешке дейін бар баланың білетіні тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салынып, өмірдің басқа жағынан хабарсыз қалуға айналады. Жасмен бастай ғой. Есімдердің ойын елеген қалада көріп пе едіңіз? Медина. Мұндай бала тіпті тамақ ішу керектігінде ұмытады екен. Әсері? Ата-аналар әрі-берлі ақылдасып көмекке еңбек, оқу, өнер, кітап, спортты шақыратты. Солар кезде балалар елінің тіршілігі жанданып қоя берді. Яғни балалар, бұл балалар елінің бағындыру мәтіні бізге бұрыннан таныс. Солай ма? Бұл мәтінді біз әдебиетті оқу пәнінен оқыған болатынбыз. Сондықтан да мазмұны сіздерге түсінікті ме балалар? Түсінікті. Ендеше балалар, бірінші топ осы мәтін бойынша жоспар құрып және мазмұндайды. Солай ма? Екінші топ балалар, мына суреттердің ішінен керекті суретті пайдаланып қалашында бір шара жүргізсе бірнеше шара алуға болады. Жақсы ма? Фломастер, қарындаш, қолданыңдар. Үшінші тапсырма сіздер балалар мәтіннен шылауы бар сөйлемдерді дәптерлеріңе әдемілеп жазып асыл сызасыздар. Жақсы ма? Ал 5 минут уақыт беріледі балалар. Жұмыс жасаймыз. Орындарынан тұруға болады, жасауға болады балалар. Жеңдерің бар ма? Мынау қызылменен жасаш, кішкене көрінеді. Басқа келерсе сибирге болады. Бірлесіп жасаймыз, иә. Балалар тексереміз, уақыт 10 минут уақыт.
жасады. Жемдерді жасап. Жандар тұқымыз қатарышқан. Қане балалар дайыныз бар? Топтар аяқтадыңдар ма? Қане қай топ дайын? Өте керемет, 3 топта. Ендеше балалар бірінші топқа сөз берейік, келе қойыңдар. Кім қолға шығады? Бірінші жастар балалар ені. Ертеден бір балалар ені деген болыпты. Олардың мақсаты шу, олар нашар өмір сүріпті. Бірақ бір күнде бір патша келіп. Ойын патшалықтың келуі. Bir күнде ойын патшалықтың келуі. Балалар еліне ойын патшалығы келеді. Олар ойын келісімен олар тек қана ойын ойнайды. Тіпті тамақ ішуді ұмытып кететін. Балалардың ойында тек қана ойын болады. Өте жақсы. Екінші басқа патшалықтардың келуі. Балалар елінде балалар тек қана ойын ойнай берген. Ата-аналарға ол ұнамады. Ата-аналар ақылдасып басқа патшаларды шақырады. Мысалы, өнер, кітап оқу, жазу, еңбекпен айналысу. Сосын сол патшалар келген соң, балалар елінде балалар тек қана ойын ойнай бермеген, басқа іс-әрекеттермен де айналыса берген. Жақсы. Қош келдіңіз көрсетейік бірінші топқа. Балалар бірінші топқа шақырыңдар ма? Не түсініксіз болды сіздерге? Мәтін намазының түсінікті ма? Түсінікті. Жақсы онда қош келдіңіз отыра қойыңдар. Келесі екінші топқа берейік. Яғни қаншақты топқа келе қойыңдар. Мәтін мазмұнына сай қалалар қарастырды, иә? Үшінші топ тыңдаймыз. Бір-бірімізді тыңдаймыз, балалар. Көп ерекесін тыңдаймыз. Балалар мұнда әртүрлі пішіндерден әртүрлі заттар істеп жатыр. Мұнда балалар футбол ойнап жатыр. Мұнда балалар үстел ойын ойнап жатыр. Спортқа мұнда бір бала төбелікпен шұғылданып жатыр. Мұнда екі бала скакалкадан секіріп болды. Секіріппенен секіріп жатыр. Мұнда балалар әртүрлі спортпен шұғылданып жатыр. Яғни балалар жаңағы ойын еліне тағы да қандай патшалықтар қосылды? Еңбек, спорт, оқу. Сол патшалықтар келгеннен кейін қандай өзгерістер болды? Соны айтып жатыр, иә? Жақсы. Пожалуйста. Еңбек. Мен мамам еңбекке көрдік. Себебі кішкентай қыз үйден су жинап жатыр. Ал екіншісінде балалар ыдыс жуып жатыр. Үшіншісінде қыз көкөністерді жуып жатыр. Екіншісі оқу. Біріншісінде балалар бір-бірімен оқып жатыр. Ал мына жерде бала қаламмен жазып жатыр. Яғни
оқу патшалығы келгеннен кейін балалар оқи бастады және жаза бастады. Дұрыс. Келесі. Өнер. Мына жерде бала сурет салып, әдемі. Сурет салу өнер ме балалар? Өнер. Екіншісінде балалар өлеңге беріп жатыр. Үшіншісінде бала ән айтып жатыр. Енді балалар екінші топқа сұрақтар бар ма? Жоққа бәрі түсінді ма? Ал менің сұрағым сіздерге. Қандай осыдан басқа тағы қандай спорт түрлерін білесіңдер? Спорт патшалығы келгеннен кейін қандай тағы спорт түрлері келді? Балалар тағы немен айналыса бастады? Сосын секіру. Бұдан басқа сендер тағы қандай спорт түрлері бар? Қазақтың ұлттық ойындары бар. Олар аттарға берілген. Аттармен бір-бірімен шығу. Және тағы да. Балалар қандай спорт түрлері бар? Тоғызқұмалақ, азы, тағы да. Футбол, баскетбол, волейбол, қазақша күрес, ойын түрлері балалар өте көп. Отыра қойында екінші топқа қошемет көрсетейік балалар. Келесі балалар бізде үшінші топқа мәтіннен шылауы бар сөйлемдерді табу. Қане бірінші кім оқиды? Жасмин оқиды. Ойын келісімен ақ балалар мені бірден көңілденіп сала беріпті. Бұл сөйлемде келісімен ақ ол шылау. Ақ ол шылау. Келісесіздер ме балалар? Өте керемет. Келесі кім оқиды? Медина оқиды. Ертеден қарай кешке дейін бар баланың бетіне тек қана ойын. Бұл сөйлемнің ішінде қана бұл шылау. Өте жақсы, керемет. Есіңіздің ойын білген баланың көзін көріп пе едіңіз? Мұнда шылау керек. Көріп пе? Келесі. Мұндай бала тіпті тамақ ішу керектігін де ұмытады екен. Мұнда де ол шылау. Дұрыс айтады. Тағы да бар ма балалар? Қайсы? Жасмин? Солақ екен балалар елінің тіршілік жанданып қоя берді. Тіршілігі жанданып қоя берді. Бұл сөйлемде Солақ. сол. Балалар дұрыс па? Енші үшінші топқа да қошемет көрсетейік. Өте керемет балалар. Тапсырмаларды өте жақсы орындады. Енді балалар осы қазақтың дәстүрлі биі, жаңағы өнерге жатады, серпілту сәтін жасап, біраз демалар ерте дамылға келе ғой. Қалғандарыңыз балалар орнымыздан тұрып келейік, қане. Енді балалар оқулығымыздың 27-ші жаттығуын тақтаға орындайық. Қандай келеріне жазып қойыңдар 27-ші жаттығу деп. Қандай тапсырмасын Медина оқи қойшы тапсырмасын не дейді?
Koş telefonuna tiysi şaldı koyup filmleri koşurlar. Dürüst ayda көрмеген орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жазайық. Қане, бірінші сөйлемді кім оқимын дейді? Класс мı? Оқи ғой. Ол өз ойын бірден айтқан. Ha? Ол өз ойын бірден айтқан. Дұрыс айтады, бірден айтқан. Келе ғой, тақтаға жаса ғой. Сөйлеп отырмыз. Ол Ага. өзін Өз. Өз. Ойын. бірден емес Айтқан. Сөйлем аяқталды. Бұл жерде шылау бұл жерде шылау ол атқан. асылсау. Керемет, жақсы, өте жақсы. Келесі, Асия оқи ғой, келесі сөйлем. Ашықта Бұл жерде қандай шылау бар ма? Па. Күн ашық па. Жаңа біз басында айтып отырмыз. Бұл жерде шылау қайсы? шылау аталыққа. Асылсау. Келесі сөйлемді кім оқимын дейді? Әлихан оқышы келесі сөйлемді. Жер көктеді ме? Кел, жаза ғой. Жер көктеді ме? Жаңа айтып олар маме, папе. Олар көбінесе сұраулы сөйлемдерде кездеседі. Бала қараңыз. Әлихан дұрыс жазды ма? Жоқ. Қай жерде қай жерде жіберді? Ол екінші қойды. Дефис бізде қай шылауды ғана жазады бала? Ақ. Деген сөз. Есіне сақта Әлихан жазды ма? Отыра ғой. Келесі сөйлемді кім жазады? Бала келесі сөйлемді Еркебай оқи қойшы. Құстар туған жерге оралды ма? Келе ғой, жаза ғой тақтаға. Құстар, айта ғой. Жазып отырамыз, балалар екендеп. Туған. Жерде. Оралды ма? Оралды. Өте жақсы. Бұл жерде шылау қайсы? Асылсыз ғой. Болдық па балалар? Өте жақсы. Қаламдарымды қоя қойыңдар. Келесі тапсырма балалар бізге жүгіру диктанты. Астана туралы өлең балалар. Біз Астана бүгінгі тақырып елордасы Астана болғандықтан балалар, біз Астана жайлы көп білуіміз керек, көп өлеңдер айтуымыз керек. Балалар, Астана 1998 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы 10 маусым күні Астана қаласының тұсауын кесті. Ал Астана болу керек деп 1994 жылы шешім қабылданды. Жаңа ғимараттар салынды,
Ол қай қаладан көшіріліп әкелді? Оның алдында басқа қай қала болды балалар? Дұрыс, иә. Біздің бірінші астанамыз ол Алматы қаласы болды. Енді балалар осы Астанаға байланысты қазір бірінші топ сіздер мына жерде жазасыздар. Екінші топ артта тұр, үшінші топ мен мына жерде. Яғни барып бір сөйлемді оқып жазамыз. Ал бастайық балалар. Тексерейік. Қарап отырып өздерінің тақпақтарында ашып не жалпысын. Тексере қойыңдар. Қателерің бар ма екен? Жақсы. Енді балалар осы тақпақтан біз шылауды табуымыз керек. Қане мендік айтшы. Бұл жерде қай жерде шылау бар? Елорда менің Астана, осында той бастама. Сәулетті зәулім үйлер көп, көріпті де жас қала. Дұрыс айтамыз. Оған дейін ғой, осында ғой. Ал екінші шумақта бар ма балалар? Астанама қарашы, елімнің жас қаласы, неткен ұлы, неткен ел, қазағымның даласы. Бар ма? Қане, қай жерде? Жоқ балалар, Астанама. Бұл жалғау. Егер шылау болса, естеріңізде сақтаңдар балалар. Ол бөлек жазма. Және де маме ол көбінесе емес тек қана сұраулы сөйлемдерде кездеседі. Жасыма Жасмин. Ендеше балалар, оқулықтарын дәптерлеріңді жабыңдар, ұялы телефондарыңды алыңдар. Бүгінгі сабақта пысықтау мақсатында балалар топқа жіберілген ссылканы ашу арқылы қане жұмыс жасай қоямыз. Біз сұрақтар. Мен бірге жасай. Сендер бар? Қарап мынадан белгілеп отыр қағазға. Иә. Қағаз. Бірінші
Şimdi ұялы телефон жоқ бала, қағазға орындалған болады. Неше бал алдың? Менде де барлығы дұрыс. Өте жақсы. Олбай алсын. Қажет сен көрсете қой. Неше ұпай алдың? Өте жақсы. Тоғыз ұпай, үстіне қарайсың. Тоғыз ұпай. Дарья, сенде тоғыз ұпай. Бір сұраққа қате жүріп, өте жақсы керемет. Елкемай, сен әлі жасап жатсың, иә? Осылай ғой. Мединада еще 8 ұпай, да? 2 сұраққа қате жүріпсің. Ойлағаныңыз әсет сезеді. Болдық па балалар? Қарыз болдың, иә? 8 ұпай. Неше ұпай? 10-нан 10, өте жақсы. Әсер бұл? Сөз айтып болғанымсың ғой, иә? Шылау, басқа сөз заттарының ерекшелігі қандай? Қосымша? Иә, шылау бар сөйлемдік сабақ ғой бұнда. Сегіз ұпай. Жақсы балалар, болды. Ұялы телефондарымызды алып қойып. Енді балалар, мен сендердің алдарына қазір балалар бағалау құрағын қойдым. Бүгін балалар, біз өзімізді бәйтерек әдісі бойынша бағалаймыз. Бәйтеректі білесіздер ғой, иә балалар? Ол қандай? Өте биік балалар. Яғни сендер бүгін сабақта өз білімдерің қандай деңгейде болды? Бәйтеректің ең биігіне шыға алдыңдар ма балалар? Және ол жерде 10 балдық жүйе тұр, иә? Қайсын белгілейсіздер? Содан кейін балалар, бәйтеректің ең үстіндегі шарын. Егер сендерге бүгін сабақта барлығы түсінікті болса, шарды қызылмен бояймыз. Маған түсініксіз жағдайлар болды десеңдер, жасылмен бояймыз. Мен бұл сабақтан түк түсінбедім десеңдер, сарымен бояймыз. Жақсы ма? Бояй қойыңдар. Кімге қалады қызыл қарны шығады? Сен қызыл беріп тұр, жасыл беріп тұр.
Бекема неге боямай отырсың? Қызыл ма жасыл ма өзің таңда? Аяқтасыз ба балалар? Қане ендеше басымызды көтерейік. Барлықтарын бояп қойдыңдар ма? Жақсы, енді балалар, Қалихан айта қойшы, не дейсің? Өзіңді қалай бағаладың, айта қой. Мен өзімді онға бағаладым. Себебі мен өз тобымда көп қатыстым. Сосын сұрақтарға жауап бердім. Ал мен қызылмен боядым. Яғни сабақта саған барлығы түсінікті, иә? Аға, Медбек. Мен өзімді қызылға қойдым, өйткені мен кейбіреулерге қатыспаймын. Белсенділік онша танытқан жоқсың, иә? Керемет, бірақ дегенмен де саған барлығы түсінікті болды. Сен қызылмен бояпсың, иә? Өте жақсы. Мына жерде Айсері. Мен өзімді қызылмен бағаладым, өйткені мен бүкілін түсінікті тапсырмаларды орындап, өзіме оны қойдым. Жақсы. Медина қарап отыр мына жерде. Өзің жасылмен бояпсың. Ал сұрайық Мединадан. Себебі менде шамалы қате болды, мен қатыспаймын. Белсенділік танытқан жоқсың, иә? Жақсы. Жасмин. Мен өзімді қызылға бағаладым, өйткені мен барлығын түсіндім, өзім не оқыдым. Жақсы. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарына рахмет. Үйге тапсырма балалар 28-ші жаттығу 115-ші беттегі дәптерге орындаймыз және ережелерді қайталап келеміз. Сабақ осымен аяқталды.